Ассалаумағалейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Еліміздегі эпидемиологиялық ахуалға байланысты карантин режимі тағы 2 аптаға, яғни шілденің соңына дейін созылады. Ертең үкіметтік комиссия тиісті шешім қабылдайды. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Твиттердегі парақшасында жазды. Онда азаматтарымыз денсаулығын сақтау үшін карантиннің негізгі талабы өзін-өзі оқшаулау шарасын қатаң ұстану қажет. Қазір жағдайдың реттеле бастағаны байқалады. Ахуалды толық тұрақтандыру үшін алдағы 2 аптаның маңызы өте зор. Үкімет мұқтаж жандарға шілде айына 42.500 теңге төлейді делінген. Бүгін Қаймана қазақ қара жамылып кеселден қайтыс болған жерлестерді аза тұтты. Сағат тілі тұп-тура 12-ні көрсеткенде ел бойынша 1 минут үнсіздік жарияланды. Жалпы ұлттық аза тұту күніне орай президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен еліміздің өзге де лауазымды тұлғалары Ақорда резиденциясы, үкімет үйі, парламент ғимараты алдында бақилық болғандарды құрметпен еске алды. Ал мешіт пен медреселерде Құран хатым дұғасы жасалды. Коронавирус елімізде 375 адамның өмірін жалмады. Бүгінгі жалпы ұлттық аза тұту күні жер-жерде сол марқұмдарды еске алу рәсімдері өтіп, рухтарына Құран бағышталды. Мемлекеттік органдар мен дипломатиялық мекемелердегі көк туымыз төмен түсіріліп, көңіл көтеретін шаралар мен телебағдарламалар түгел тоқтатылды. Айта кетейік, егемендік алғалы Қазақстан осымен 9-ші рет аза тұту күнін жариялап отыр. Бүгін бүкіл ел күңіренген күн. Қабырғаны қайыстырып қаза болған қайыстай азаматтарды күллі халық жүрегі езіле еске алды. 375 жанның шаңырағы қара жамылғанда президент қаралы күн жариялады. Еске алу шарасы елорданың рәміздер алаңында бастау алды. Бас мемлекеттік тудың жанында ұлттық ұланның құрмет қарауылы, қорғаныс министрлігінің сарбаздары, құтқарушылар және полиция қызметкерлері де 1 минут үнсіз тұрып, індет құрбандарының рухына тағзым етті. Қазір бүкіл әлем бойынша болып жатқан індетке біз еліміздің, халқымыздың арасында болған қаралы жағдайларға бүгінгі болған іс-шара тағзым ету, сол кісілердің туған туыстарына, ағайынға, бүкіл елге көңіл айту. Марқұмдарды сыр жұрты да аза тұтты. Өңірдегі мемлекеттік мекемелер, әскери құрылымдар мен полицейлер тізіліп, 1 минут шейіт болғандарды үнсіз еске алды. Жер жаһанды топалаң қылған індеттен өңірде 7 тұрғын бақиға аттанды. Қазір 2000-дай сыр бойылық ем-дом алып жатыр. Аға буын зобалаңның беті қайтсын деп жаратқаннан тілек тіледі. Ауырып жатқан, науқастанып жатқан, ем алып жатқан біздің азаматтарымызға ем шипалы болсын. Ендігі жерде елімізде бұндай қаралы күндер болмасын. Ал Алматыдағы көпір құрылғыларын жасау зауытының ұжымы да ел қайғысына ортақтасты. Үздіксіз жұмыс істейтін станоктардың жұмысы бір сәтке тоқтады. Мәңгілік мекеніне аттанғандарды еске алу азаматтық парыз. Ауыр қасіреттің кесапатын тартқан отбасыларға көңіл айтылды. Мезгілсіз кеткендерді жамбылдықтар да күңірене еске алды. Облыстағы ірі коммуналдық мекеменің бір топ қызметкері марқұмдарға 1 сәт үнсіздік арнады. Ерекше айтқан жөн кәсіпорын қауіпсіздік шараларын тас түйін сақтанып отыр. 600-ден астам қызметкердің 80% қашықтан еңбек етіп, тұтынушыларға да онлайн қызмет көрсетуде. Жалпы Жамбыл аймағында 2000-нан астам науқас тіркеліп, өкініштісі 3 адам айыға алмады. Халықты сабырлыққа шақыра отырып, енді өзіміздің індеттен ертерек аман есен құтылайық. Туымыз енді бұдан бұлай төмен түспесін. Қырғидай тиген коронавирус шығыста 80 адамның өмірін қиды. Шығыс Қазақстан облысында инфекциядан көз жұмғандарды еске алу рәсімі өтті. Ірі өнеркәсіптер мен зауыттар жұмыстарын кідіртіп, өз ғимараттарының алаңында 1 сәт үнсіздік жариялады. Осылайша қарапайым жұмысшылар қараша халықтың мұңын бөлісті. Молодые люди уходят. Бұл ауру жас кәріге қарамайды. Тепсе темір үзетін азаматтар көз жұмып жатыр. Қайғы жұтқан жандардың барлығына көңіл айтамын.
Батыстағы Оралда да мешіттерде барзақ әлеміне кеткен індет құрбандарына арналып Құран хатым дұғасы бағышталды. Яғни Құран басынан аяғына дейін толық оқылмақ. Осы күні Құрандағы 114 сүре мен 6666 аят марқұмдардың рухына бағышталады дейді дін мамандары. Имамдар марқұмдардың жаны пейіште шалқысын деп дұға тіледі. Қандай да бір қиыншылық болған болса, пайғамбардың хадисінде келгенде, оның артынан екі жақсылығы болады дейді. Сол үшін біздер Алладан дұға тілек арқылы имамдар болып, құрбандық шалып, Алладан дұға тілек жасап, осы індеттен тез арада сауығып кетуімізді Құдайдан сұрап жатырған жайымыз бар. Осылайша жұртшылық ел болып аза тұтты. Жан адамды аямай ажал құштыратын дерттің шеңгелінен шығудың амалын әлем іздеп ағалек. Әзірге қолдан келер бар қайран мұқият сақтану. Ел басына күн туса еретікпен су кешер демекші, дәрі-дәрмек қат кезеңде қалталы азаматтардың қарап қалмағанында маңызды. Себебі талайды жалмаған тәж-тажалы әлі айылын жимай тұр. Индира Жылқайдарова, аймақтағы тілшілердің көмегімен, Хабар 24. Әлгінде шет жағасын айттық, бұл күні елдегі барлық мешітте коронавирустан қайтыс болғандардың рухына арнап Құран хатым оқылды. Бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы Елордадағы Әзірет Сұлтан мешітінде дұға жасап, марқұмдардың иманы саламат болуын сұрады. Ет жақынынан айырылған отбасыларға сабыр тіледі. Қазіргі уақытта әлеммен бірге үлкен сынақты бастан өткізіп жатырмыз. Алла халқымызға сабыр берсін. Әрине, тарихтан белгілі, кез келген осындай сынақтарда біздің халқымыз бір Аллаға сыйынып, Аллаға құлшылық етіп, барынша жақсылықтар жасау арқылы, бір-біріне көмектесу арқылы аман ескен өткен дана халықпыз. Қазіргі күнде Аллаға шүкір, ел бірігіп, бір-біріне көмек жасап, осы сынақты жеңуге тырысып жатырмыз. Алла тағала ниетімізді, тілегімізді қабыл етсін. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев індеттен көз жұмғандардың туыстары мен жақындарына көңіл айтты. Елбасы сайтында жарияланған мәтінде бүгінде Қазақстан бұрын соңды болмаған күрделі ахуалмен бетпе-бет келіп отыр. Қауіпті індет қалаларымыз бен ауылдарымызға тарап, адамдардың өмірін қиюда. Бұл бәріміздің қабырғамызды қайыстырып отыр. Мезгілсіз қаза болғандардың туған туыстарына қайғыра көңіл айтамын. Біз береке, бірлік пен тұтастықтың арқасында талай сынақтан сүрінбей өттік. Бұл қиындықты да ел болып еңсереміз деп жазған. Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандағы өкілдігі де бұл күні халқымыздың қайғысына ортақтасып көңіл айтты. Халықаралық ұйымның тұрақты үйлестірушісі Норимаса Шимамура бұл пандемия кез келген қоғам үшін үлкен сынақ. Оны бірлігі бекемел ғана қасқайып тұрып жеңе алады дейді. In memory of those who became victims of the novel coronavirus pandemic. Біздің тілектеріміз бен дұғаларымыз осы дерттің құрбандарына бағышталады. Барлық науқастардың жылдам жазылуына тілектеспіз. COVID-19 індеті тек денсаулық сақтау дағдарысы ғана емес. Елде індет зардаптары әсерін тигізбеген жан қалмады. Әсіресе бұл балалар мен жастар, әйелдер, зейнеткерлер мен мүгедектер сияқты ең осал топтарға аса үлкен ауыртпашылық тигізді. Қазақстанның мұқым әлемдегі елшіліктерінде бүгін мемлекеттік туымыз төмен түсірілді. Мәскеудегі елшілікке сондағы жұрт гүл әкеліп көңіл айтып жатыр. Арасында жергілікті қазақ диаспорасының өкілдері өте көп. Бұл жерде де індет құрбандарын 1 минут үнсіздікпен еске алды. Біз бүгін мына Мәскеу қаласында үнсіз жаудан кеткен бауырларымызды еске алып жатырмыз. Бізде алыста болсақ та жүректеріміз елде, сіздермен біргеміз, елмен біргеміз. Халықтың бәрі қосылып бірге болсақ, қай бір сынақ болса да өтеміз. Коронавирустан көз жұмған қазақстандықтарды еске алу шарасы Қытай астанасы Бейжіңде де өтті. Бұл күні Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы мемлекеттік туымыз төмен түсірілді. Осы құрылымның бас хатшысы Владимир Норов қазақ жұртын сабырға шақырып, үкіметтің COVID-19 бен күрестегі қадамдарын жоғары бағалады. Дипломат елдегі жағдайдың тұрақталуы әрбір тұрғынның санитарлық талаптарды қатаң сақтауына тікелей байланысты дейді. Сосын пандемиямен күрес жолында ұйымның қазақ еліне қолдау көрсетуге дайын екендігін жеткізді.
коллектива секретариата Шанхайской. Көпұлтты Шанхай ынтымақтастық ұйымы ұжымының атынан қазақ еліне елде жарияланған ұлттық аза тұту күніне орай қайғырып көңіл айтамыз. Болашақта бұл қаралы күндер ұмытылып, қазақ халқы және әлем жұртшылығы қалыпты тіршілікке оралатын болады. Эпидемиологиялық жағдайдың қиындығына қарамастан, дәрігерлер ерлігі, медициналық қызметкерлер мен еріктілердің жұмысы аса құрметке ие. Бұл біздің заманымыздың шынайы батырлары. Пандемиямен күрес жолында ақ халатты абзал жандар кәсібилік, ерлік, табандылық, бауырмалдық көрсете білді. Бұл орайда біздің ұйым коронавируспен күрес жолында Қазақстанмен бірігіп, әрекеттенуге әрдайым дайын екенін айтқым келеді. Бүгін президенттің жарлығымен елге қызмет қыла жүріп марқұм болған бірнеше дәрігерге халыққа қахарманы атағымен барыс, парасат, құрмет ордендері және ерен еңбегі медальдары тағайындалды. Індетпен соңғы демі қалған арпалысқан ақ халаттың бірі Көкшетау қалалық көпбейінді ауруханасының бөлімше меңгерушісі Олег Исаев. Жансақтау бөлімшесін басқарған 53 жастағы дәрігер осыдан 3 күн бұрын әріптестерінің көз алдында жан тапсырды. Ақтөбе облыстық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасының бас дәрігері Қалихан Қозбағаров та өкпесі қабынып 10 шілде күні қаза болды. Көзі тірі болса, марқұм алдағы қарашада 60-қа толар еді. Оның қол астында көптеген білікті жақсы дәрігерлер, жақсы медбикелер, сондай жақсы қызметкерлер қол астында жұмыс істеді. Бүгінгі күнде ол кісінің еңбегі жақсы бағаланып, халық батыры, халық қаһарманы деген атаққа бүгінгі күнде ие болды. Өкінішке орай, өз өмірін қиып, осы пандемия жолында жұмыс жасап, науқастардың жанына араша түсем деп өз өмірін қиып кетті. Ол кісінің ақ жарқын бейнесі, ол кісінің жасаған жақсылығы, ақ жарқын келбеті әрқашан жүрегімізде деп ойлаймын. Ешқашан ұмытпаймыз. Індет тарағалы Шымкентте 16 медицина маманы пневмониядан көз жұмды. Науқастарды емдеймін деп өзі ажал құшқан дәрігердің бірі нөмірі 1 қалалық емхананың бөлім меңгерушісі Ағзипа Тажденова. Денсаулық сақтау саласының үздігі 33 жыл ғұмырын осы салаға арнаған. Нұрбек Байбосын сөз алады. Ағзипа Насырқызы 1962 жылы Шымкент қаласына дүниеге келген. Қарағанды мемлекеттік медицина институтының емдеу ісі бойынша тамамдаған ол қаладағы нөмір 1 емханаларда дәрігер-терапевт, сосын терапия бөлім меңгерушісі қызметін атқарды. Білікті маманда әлі де пациенттер іздеп келуде екен. 58 жасына қараған шағында мезгілсіз өмірден өткен Ағзипа Тажденованың жаны таза, пейілі кең, мейірімді дәрігері болатын деп еске алады көз көргендер. Ол кісі өз ісіне үлкен жауапкершілікпен қарайтын тұғын, жоғары дәрежелі дәрігер, білімі білікті маман, қоғамдық жұмыстарға белсене қатысатын тұғын, ұжым арасында беделді, абыройлы кісі еді. Пандемия коронавирус кезінде Ағзипа Насыровна бар ынтасын салып қызмет атқарды. Коронавирус пандемиясы басталғалы жедел жәрдем қызметінің жұмысы да қарбалас. Тек көлік ішіндегі бригада сапында енді Тимур Айдарханұлын көре алмайтынымыз өкінішті әрине. Түлкібас өңіріне туылған Айдарханның әкесі де зейнеткерлікке шыққанша аға фельдшер болып осында еңбек етіпті. Әке жолын қуған ол әрдайым жас мамандарға тәлімгер болып, тәжірибесімен бөлісуге құштар болатын. Тіпті алғашқы медициналық көмек көрсетудің деңгейін көтеруге атсалысып, халыққа сапалы қызмет көрсетуде аянбай еңбек етті дейді әріптестері. Тимурды айтатын болсам, ол өте өзінің ісіне шебер, нағыз маман деуге болады. Өте сабырлы, ақкөңіл жан болатын тұғын. Осы індеттің кесірінен қызметкеріміз қайтыс болып отыр. Біздің әрине бұл өте жанымызды ауыртты, жүрегімізді ауыртты. Мәңгі есімізде қалады ол қызметтер бізде. Ағзипа Насырқызы мен Тимур Айдарханұлынан бөлек қалада 14 медицина маманы пневмония дертінен келмесінің кемесіне отырып кете барды. Олардың барлығы бейбіт күннің батырлары болатын. Әрқайсысының еңбегі ұшан теңіз. Әлі де медицинаға бергеннен берері көп қызметкерлерді қала халқы бүгін 1 минут үнсіздікпен еске алды. Олар біздің мәңгі жүрегімізде дейді өзге ақ қалаттылар. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24 Шымкенттен.
Денсаулық сақтау министрлігінің ресми дерегі бойынша соңғы бір аптада елімізде 111 адам көз жұмды. Марқұмдардың басым бөлігі Қарағанды облысы мен Алматы және Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындары. Естеріңізге салайық, қазір салалық министрлік вирустан қайтыс болғандардың санын аптасына бір рет жариялайды. Жалпы республика бойынша вирус жұқтырғандар 60 мыңға жуықтады, оның 34 мыңнан астамы сауығып шықты. Сақ жүрсең, сау жүресің. Мемлекет басшысы Бұқараға сақтық шараларын қатаң сақтау керектігін тағы да ескертті. Президент өзінің Твиттердегі парақшасында азаматтардың назарын жеке қауіпсіздік шараларын, оның ішінде бетперде тағып, әлеуметтік қашықтық пен тазалық сақтаудың аса маңызды екеніне аударамын. Егер мұны ұстанбасақ, пандемияға қарсы күресте оң нәтиже болмайды деп жазды. Әлем бойынша коронавирус жұқтырғандар саны 13 миллионнан асты. Олардың жартысына жуығы жазылып шыққан. 572 мыңнан астам науқас өкінішке қарай көз жұмды. Америкалық Джонс Хопкинс университетінің дерегі сондай. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше, соңғы тәулікте 230 мыңнан астам адамнан инфекция анықталған. Бұл жаңа антирекорд. Алдыңғы орында әлі де ақш, Латын Америкасында да індет өршіп тұрған айтайық, әсіресе Бразилия, Перу, Чили және Мексикадағы ахуал қиын. Үндістандағы жағдайда оңалар емес. Онда кеселді 840 мыңнан астам тұрғын жұқтырған. Соның 22 мыңы көз жұмды. Жаңағы ақштың оңтүстік Каролина штатында демалыс күндері вирус жұқтыру дерегінің жаңа антирекорды тіркелді. Ауруға шалдығып көз жұмған науқастардың арасында жасы 5-ке де толмаған бала бар. Флорида штатында жағдай ушығып барады. Мұнда өткен жексенбі күні 15300 адамнан вирус анықталған. Қазір жергілікті ауруханалардың жан сақтау бөлімінде орын жоқ. Алғашында науқастарды бірінші қабатқа орналастырдық. Алайда ауырғандар саны артып, кейіннен оларды екінші, үшінші, төртінші, тіптен бесінші қабатқа жатқызуға тура келді. Арасында егде жастағы адамдар ғана емес, жастар да көп. Көбі әлі күнге дейін маска тақпай, өзімшілдік танытып, өзгелерге қауіп төндіреді. Ал ақш президенті пандемия басталғалы алғаш рет камера алдына бетпердемен шықты. Дональд Трамп оны Вашингтон іргесіндегі әскери госпитальға барғанда таққан. Алайда ауруханаға аттанбай тұрып, Ақ үй алдында сұхбатты маскасыз берді. Мен еш уақытта бетпердеге қарсы болған емеспін. Алайда оны тағатын өз уақыты мен өз орны болады. Еуропадағы жағдайда мәз емес, Каталонияның бірнеше провинциясында карантиннің күшейтілген режимі енгізілді. Шектеу шарасы 15 күнге жалғасады. Тұрғындар тек жұмысқа барып, азық-түлік немесе дәрі алу үшін ғана көшеге шыға алады. Тұрғындар мүмкіндігінше үйден шықпау керек. Бұл қиын әрине. Алайда вирусты басқа жолмен жеңе алмайтын түріміз бар. Ұлыбританияда маска тағу міндеттелуі мүмкін. Бұл туралы ел премьері Борис Джонсон мәлімдеді. Қолданыстағы ереже бойынша жергілікті халық қоғамдық көлікке мінгенде немесе ауруханаға барғанда ғана маска киюге міндетті. Бірақ осы талаптың өзіне атүсті қарайтындар көп екен. Үкіметтегілер осы жайтқа алаңдап отыр. Халық сақтық шарасына бағынбаса, аурудың таралуы жақын арада тежеле қоймайды дейді олар. Менің ойымша, біз халықтан бұрын соңды көрмеген адамдармен жабық ғимараттарда жүздескенде маска киюлерін талап етуіміз керек. Қоғамдық көлікпен қатынайтындар бұны бұлжытпай орындаулары шарт. Инфекцияның таралу қаупі бар дүкендерде мысалы бетперде киіп жүруге міндеттеудің жолдарын қарастырып жатырмыз. Бүгінде Ұлыбритания COVID-19-дан бақилық болғандар саны бойынша әлемде 3-ші орында тұр. Елде 44 мың науқас көз жұмған. Мемлекет 3 айлық карантин кезінде біраз шығынға батты. Мұндағылар бұл жолғы дағдарыс 2008 жылғы тоқыраудан 3 есе ауыр болды деседі. Сәуір айында елдің ішкі жалпы өнімі 20,4%-ке азайған. Бұл соңғы 40 жылда болмаған экономикалық құлдырау. Коронавирус Латын Америка елдерінде әбден әбігерге салды. Аурудың таралуы бойынша мұндағы Бразилия елі әлем бойынша 2-ші орында тұр. Перу 5-ші, Чили 7-ші орында.
Ауруға шалдыққандардың арасында Бразилия, Боливия, Гондурастың басшылары, Венесуэланың вице-президенті мен ондаған министр бар. Аймақтағы ахуалды тілшіміз жеткізсін. Бразилияда соңғы тәулікте COVID-19-дан 631 адам көз жұмды. Осылайша елде барлығы 72.100 науқас індеттің құрбанына айналды. Бұл туралы денсаулық сақтау министрлігі мәлімдейді. COVID-19-ды жұқтырғандар саны 1.800.000-нан асып жығылады. Бұл тізімде коронавирусты жай ғана тұмауға балаған ел президенті Жаир Болсонарудың өзі де бар. Кеселді жұқтырып алса да, Болсонару өңір басшыларын шектеу шараларын жеңілдетуге мәжбүрлеуде. Салдарынан Бразилия әлемдік тізімде ақш-тан кейінгі екінші орында. Бүгінде індеттен қорыққан жұрт түрлі амалға көшкен. Тіпті егде жастағы жұптар вирусты жұқтырып алмас үшін көшеге скафандрмен шығыпты. Бразилияға қарағанда Перу мемлекеті вируспен күресті наурыз айында бастады. Лима қаласында шектеу шаралары енгізілді. Десе де бұл вирустың тарауына кедергі бола алмады. Елде бүгінде 326.000 адам вирус жұқтырған. 12.000-ға жуық перуандық COVID-19-ның құрбанына айналды. Қаржыландырудың аздығы мен жемқорлыққа байланысты денсаулық сақтау саласы сыр берді. Көптеген науқастар ауруханаға сыймай жатыр. Кезек күтіп өліп кетіп жатқандар қаншама. Елдегі жағдай қорқынышты. Тағы бір латын америкалық ел Чилиде де жағдай мәз емес. 315.000 науқас, 7.000 құрбан. Бұл елде тұрғындар коронавируспен күрес жолындағы биліктің саясатына наразы. Өйткені жеке ақылы клиникаларда COVID-19-дан өлім-жітім аз тіркелген. Мемлекеттік ауруханаларда болса айтарлықтай көп. Дегенмен елдегі шектеу шараларына байланысты тұрғындар ереуілге шыға алмай отыр. Бақтоптаева, Жансұлу Дүйсенәлі, Хабар 24. Джонс Хопкинс университетінің мәліметінше, соңғы бір аптада Оңтүстік Африка Республикасы ауруда жұқтыру дерегі бойынша әлемдегі 9-шы орынға шыққан. Бүгіннен бастап бұл елде сағат кешкі 9-дан коменданттық сағат енгізілді, ал қатаң карантиндік шаралар 15 тамызға дейін күшінде болады. Халыққа үндеу жасаған ел президенті індеттің өшуіне байланысты ауруханаларда орын мен медициналық кислород тапшылығы туындауы мүмкін екендігін бірден ескертті. Үндістанда да вирус дес бермей тұр. Мұнда кеселді 900.000-ға жуық тұрғын жұқтырған. Олардың арасында Болливуд жұлдызы Амитабх Баччан мен оның ұлы, келіні және немересі бар. Жұлдызды отбасының жанкүйерлері енді жаппай дұға жасап, көмерлерінің амандығын тілеуде. Пандемияның кесірінен әлем бойынша 10 миллиондай бала мектептегі оқуын тастауға мәжбүр болады. Ұлыбританияның Save the Children үкіметтік емес ұйымы осындай болжамын жариялады. Ондағылар кеселдің ушыққаны соншалық әлем елдері білім беру саласын қаржыландыруды қысқартып жатыр дейді. Батыс және орталық Африка, Йемен, Ауғанстан сынды әлемнің 12 елінде оқушылар мектепке мүлдем оралмауы мүмкін. Ұйымның сарапшылары әсіресе қыз балалардың жағдайы қиындайды деседі. Айтуларынша, мектепте жабылған соң гендерлік зорлық-зомбылығы артып, қыздарды ерте бастан тұрмысқа беру дерегі көбеюі ықтимал. Осы коронавирустың кесірінен әлемдік экономика дағдарысқа ұшырады. Әсіресе еуродағы елдердің шығыны шаш етектен. 3 ай бойы карантин режимде болған Еуропа енді қаржы қыспағында қалған экономикасын қалыпқа келтірудің қамына көшті. Еуродақтың алдағы жоспарын тілшіміз айтсын. Еуроодақта әлемді шарпыған коронавирус індеті қаржы дағдарысына әкеп соқты. Аймақта бұндай жағдай екінші дүниежүзілік соғыстан кейін алғаш рет болып отыр. Еуростаттың мәліметіне сүйенсек, осы жылдың алғашқы 3 айында одақ экономикасы 3,16%-ке құлдырады. Жыл соңына дейін бұл сан 13%-ке дейін бару мүмкін деген болжам бар. Індетпен күресу әрі шығынның орнын толтыру үшін шамамен 2 триллион еуро қажет. Еуроаймақ экономикасы бұрын соңды болмаған дағдарысты бастан кешуде. Соңғы кездері өте төмен нәтиже көріп отырмыз. Жұмыс орындарының қысқаруы мен кірістің азаю, сонымен қатар экономикалық болжамның тұрақсыздығы жағдайды ушықтырып тұр. Пандемия кесірінен одақ мемлекеттерінің шығын көлемі артып барады. Мәселені жалғыз салықпен шешу мүмкін емес. Енді Еуропаның ауқатты елдері экономикаға бюджет қорынан демеу жасамақ. Бүгінде Францияның жалпы ішкі өнімі 5,8, ал Испания мен Италияның жалпы ішкі өнімі 5%-ке құлдырады. Алдағы уақытта Германияның экономикалық ахуалы да бәсеңдеуі мүмкін.
Алдағы айларда күрмеуі қиын күрделі мәселелерді шешуіміз керек. Атап айтқанда пандемияны тоқтатып, дағдарыстан шығудың амалын табуымыз қажет. Бұл халықтың денсаулығы, әлеуметтік және экономикалық мәселелер. Қаржы құралдарын пайдаланып, тиісті келісімге келу арқылы қаржы секторында мықты қор құруымыз керек. Еурокомиссияның ұсынысы бойынша экономиканы қалпына келтіруге арналған қорға коммерциялық несие алу керек. Бұл қарызды Еуроодақ елдері 2058 жылға дейін өтемек. Қордың құрылуына барлығы келісімін беріп отыр. Алайда қаржы кімге және қалай бөлінетіні әлі шешілген жоқ. Еурокеңес төрағасы Шарль Мишель бұл мәселені шешуде өз ұсыныстарымен бөлісті. Ұзақ мерзімді бюджеттік жоспар құру үшін 1 триллион 74 миллиард еуро көлемінде қаржы жинау ұсынамын. Бұл Еуроодақтың экономикасын қалпына келтіру бойынша жоспарды орындау үшін қажет. Одаққа мүше елдерге шамадан тыс салмақ салмау үшін несие, кепіл мен гранттардың арасында теңгерім сақтауды ұсынамын. Шілденің 17-сі күні Еуроодаққа мүше 27 елдің басшысы Брюссельде өтетін саммитте бас қосады. Жиында саясаткерлер алдағы 7 жылға арналған экономикалық тығырықтан шығу жоспары пысықталмақ. Бақыт Топтаева, Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Бельгия, Брюссель. Калифорния штатының Сан-Диего қаласындағы әскери теңіз базасында десанттық кеме өртенді. Бортында 160 адам болған, соның 20-дан астамы зардап шекті. Құтқарушылар ауруханаға 21 адамды жеткізді, олардың 17-сі теңізші. Әйтеуір ешқайсының өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. База басшылығының мәлімдеуінше кеме жарылыстан кейін отқа оранған. Тілсіз жаумен өрт сөндірушілер 7 сағат бойы арпалысты. Жалында ауыздықтау үшін бірнеше арнайы катер жұмылдырылған. Польшадағы президент сайлауында Анджей Дуда жеңіске жетті. Алдын ала мәліметке қарағанда, елдің қазіргі президентін сайлаушылардың 51%-тен астамы қолдаған. Ал оның басты қарсыласын дауыс берушілердің 48% жақтады. Сайлаудың ресми қорытындысы бүгін белгілі болады. Айта кетейік, бұл Польшадағы президент сайлауының екінші кезеңі. Бірінші тур жарты ай бұрын өткен. Біздің елде парламент сенатының сайлауына кандидаттарды тіркеу жалғасуда. Әзірге 94 азамат жоғары палата депутаттығына үміткер. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясының төрағасы Берік Имашев хабарлады. Кандидаттардың ең кішісі 30, ал ең үлкені 69 жаста. Үміткерлерді тіркеу 20 шілдеге дейін жалғасады, ал дауыс беру 12 тамызда өтеді. Сол күні парламенттің жоғары палатасына 17 облыстан 17 депутат сайлануы тиіс. Өңірлер арасында ең көп кандидат Алматы облысында 9, Нұр-Сұлтан қаласында 8, Алматы қаласында 7 адамнан ұсынылды. Ең аз 4 үміткерден Шығыс Қазақстан, Қостанай облыстарында және Шымкент қаласында ұсынылды. Кадр әлеуетін нығайту үшін Атырау облысына 102, ал Маңғыстау облысына 56 медицина маманы жіберіледі. Бұл туралы ведомствоаралық комиссияның елдегі эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандыруға арналған кезекті отырысында айтылды. Осы жиында аймақтар үшін өзекті болып отырған біраз мәселе бойынша шешім қабылданды. Айталық, медициналық масканың шекті бағасы 118-ден 85 теңгеге дейін төмендетілді. Жергілікті әкімдіктерге мобильді топтардың жұмысын күшейту тапсырылды. Отандық өндіріс көлемін ескере отырып, өңірлерде қызуды түсіретін және бактерияға қарсы препараттардың айлық қоры жасақталды. Бұл үшін ел аумағына дәрі-дәрмектің 3,5 миллион орамасы жеткізілген. Бір ауданда жағдай дұрыс, екінші ауданда жағдай дұрыс емес. Неғыл деген сөз ол? Бір ауданда жұмыс дұрыс жүргізіледі деген сөз, екінші ауданда бұл мәселе дұрыс қаралмайды деген сөз. Сондықтан әрбір ауданның әкіміне шейін, ауылдың әкіміне шейін жауапкершілікті қазір артуымыз керек. Облыс әкім орынбасарлары тікелей осы сұрақтың бәріне жауап беретін боласыздар. ЭВЛ бар, оның ішінде кислородный баллондар бар. Оның ішінде жаңа койкаларды көбейту мәселесі бар. Провизорлық орталықтар тұр, инфекционный орталықтар тұр. Солардың бәрін қамтамасыз ету тікелей сіздердің алдарыңызда тұрған сұрақтар. Атыраудағы ахуал көңіл көншітпей тұр. Ауру жұқтырғандардың саны бойынша облыс халдың орынға шықты. Мемлекет басшысы аймақ әкіміне сөгіс жариялап, жағдайды қалыпқа келтіруге 2 апта уақыт берген еді. Нәтиже бар ма? Оны әріптесім Асланбек Шығырдан білеміз.
27 наурыз Атырау облысында алғаш рет қауіпті індетке шалдыққан 3 адам тіркелген еді. Содан бері ауру саны сәт сайын артты. Ахуалға байланысты қауіпсіздік шаралары да дер кезінде қолға алынған. Қалаға кіріп шығатын 4 бағыт бойынша блок бекеттер қойылды. Тұрғындардың жүріп тұруына да шектеу жасалды. Базарлар мен ірі сауда нүктелері жұмысын тоқтатты. Қоғамдық көліктер жүрген жоқ. Мұнайлы шаһар індеттің ілмегіне осылай ілінген еді. Өкінішке орай, бүгін 27 наурыз күні Атырау облысында коронавирус инфекциясын жұқтырған 3 адам анықталды. 3 науқастың да жағдайы қазіргі таңда қанағаттанарлық, тиісті протоколға сай емдеуге жатқызылып, ем-дом шаралары жасалып жатыр. Олардың жағдайлары тұрақты бақылауда. Ал теңіз кенішінде алғаш 8 сәуір күні 50 жастағы елден ауру белгілері анықталған еді. Ондағы барлық мекемелер шұғыл іске кірісті. Дезинфекциялау жұмыстары әп сәтте басталып та кетті, бірақ ауру ауыздықтауға келмеді. Кен орнын карантинге жабуға тура келді. Қазір теңіз кен орнында шектеу шаралары қатаң қадағаланып отыр. 19 шілдеге дейін осылай жалғаспақ. Ол жерде барлығы 2000-нан астам науқас тіркелген. Теңіз кен орнында ауру жұқтырғандарды орналастыратын 300 орындық провизорлық стационар ашылды. Сондай-ақ науқастармен байланыста болған адамдарды оқшаулау мақсатында вахталық кенттерде карантиндік төсектер жасақталды. 21:00-ден 5:00-ге дейін вахталық кенттердің ішінде адамдардың қозғалысына тыйым салынады. Ресми дерек бойынша өңірде 13 адам қауіпті індеттен қайтыс болған. Қазір қос өкпесі қабынып ауруханаға түсіп жатқандар көп. Облыста барлығы 2200 адам пневмонияның зардабын тартып жатыр. Аурудан көз жұмғандар да аз емес. Бұл туралы мемлекет басшысының тапсырмасымен өңірге келген арнайы комиссия мүшелері мәлімдеді. Қазірден бастап жаңағы ковидтен қаза тапқан азаматтарды және сол пневмониядан қаза тапқан азаматтарды бөлек санайтын боламыз. Пневмониядан, коронавирустың пневмониясынан 47 сондай тіркелген случаев. Қазір облыс қауіпті індеттің құрсауында тұр. Ауру жұқтырғандар саны бойынша ең алғашқы орында. Барлығы 8000-ға жуық науқас тіркелді. Өңірдегі бұл ахуал ешкімді бейжай қалдырмады. Мемлекет басшысының өзі ахуалға алаңдап, облыс әкіміне сөгісте жариялады. Жауаптыларға арнайы көмек жіберуді тапсырып, дәрі мен дәрігер санын арттыруды қадап айтты. Соған орай қазір облыста шектеу шаралары күшейтілген. Бірқатар сауда нүктелері мен ойын-сауық орталықтарының жұмысына тыйым салынды. Азық-түлік супермаркеттер мен дәріханалар таңғы 10-нан кешкі 9-ға дейін ғана жұмыс істейді. Жолаушылар пойызы тоқтады. Приостановить пассажирские железнодорожные перевозки по направлениям города Алматы. Алматы қаласына, Ақтөбе және Маңғыстау облыстарына қатынайтын жолаушылар пойызы тоқтады. Сондай-ақ бизнес объектілердің, оның ішінде адвокаттардың, нотариустың, бухгалтерлік және кеңес беру қызметтері, жылжымайтын мүлік және жарнама агенттіктерінің қызметіне тыйым салынды. Дәрі тапшылығы әлде сезіліп отыр. Күні кеше керекті дәрі-дәрмек тиеген екінші жүк көлігі Алматыдан жетті. Алдағы жұма күні коронавирусқа қарсы медициналық препараттар тағы да әкелінбек. Жергілікті медициналық оқу орындарының студенттерін жұмысқа тартып, дәрігер тапшылығында жоямыз деп отыр жауаптылар. Соңғы тәулікте облыс бойынша 266 адамның ауру жұқтырғаны анықталып отыр. Айта кетейік, бүгін мемлекеттік мекемелердегі ту түсіріліп, атыраулықтар 1 минут үнсіздікпен қауіпті індеттен қаза тапқандарды аза тұтты. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау. Осы Атырау облысындағы ахуалды қалыпқа келтіру мақсатында Ресейден 6 дәрігер келді. 3 реаниматолог, 2 пульмонолог және 1 инфекционист мұнайды өңірге көмек көрсету үшін арнайы жіберілген. Олар консультациялық көмек көрсетіп, тікелей науқастарды емдеуге жұмылдырылады. Жоспар бойынша Атырауда 3 тамызға дейін жұмыс істейді. Аймаққа жақын күндері Астрахан облысынан тағы 5 медицина қызметкері келеді. Облыс әкімі Астрахан облысының губернаторымен келіссөз жасалып, сол келісім арқылы сол 5 дәрігерді күтіп отыр. Ол өздерінің Ресей жағынан беретін, жаңағы сыртқы істер министрлігінің беретін келісімін олар күтіп отыр. Біздің жақтан барлық сол дәрігерлерге жасалатын осы жерден күтіп алу мәселесі, ұйымдастыру мәселесі бәрі дайын тұр бізде. Ал Ақмола облысында соңғы бір айда коронавирус жұқтырғандардың қатары 10 есеге көбейіп кетті. Мәселен, маусым айының басында аймақта небәрі 150 адам осы індетке шалдықса, қазір 1600-ден астам тұрғын қауіпті вирустың құрығына ілінген. Салдарынан ауруханаларда төсек орын мен дәрігер тапшы. Дамир Берікұлы баяндайды.
Ақмола облысы пандемияның алғашқы 3 айында ауру саны ең аз аймақтардың бірі болатын. Ол кезде коронавирустың қармағына елорда іргесіндегі елді мекендер ғана ілінген еді. Алайда маусым айында карантин шаралар жеңілдетілген соң, алдымен Көкшетауда, одан кейін барлық аудандарда вирус бірден тарап кетті. Осылайша маусымның ортасында облыс орталығын қайтадан карантинге жабуға тура келді. Бірақ бұл пайда бере қоймады. Індет өршіген үстіне өрши берді. Ал ауруханаларға күніне 10-даған адам түсетін болды. На сегодняшний день нам пришлось увеличить. Бүгінгі таңда бізге ауруханалардағы орын санын тағы 1000-ға көбейтуге тура келді. Себебі осы ауруға шалдыққандар күннен күнге көбейіп барады. Өткен 2 апта біз үшін аурудың шарықтау шегіне жеткендей болды. Өйткені ауруханаға күніне 20-дан 60 адамға дейін түсті. Қазір бұл көрсеткіш біртіндеп төмендеп келеді. Аймақтың бас дәрігерінің айтуынша, соңғы 2 аптаның ішінде ауруханалардағы дәрі-дәрмектердің де 3 айлық қоры түгесілген. Ал тыныс алу аппараттарына деген қажеттілік 30 есеге өскен. Қазір сұранысты қамтамасыз ету үшін бар жағдайды қарастырып жатырмыз дейді мамандар. Қауіпті вирус медицина қызметкерлерінің өздерін де аямады. Өңірде 200-ден астам дәрігер аталған індетке шалдықты. Ал олардың 5-еуі бақилық болды. Жалпы облыста 28 адам осы аурудан көз жұмды. Жазылып шыққандар да жоқ емес. Аурудан айыққандардың арасында аяғы ауыр әйелдер де бар. Перзентті қабылдап алуға, шұғыл көмек көрсетуге барлығы да алдын ала ойластырылып, акушер-гинекологтар, неонатологтар дәрігерлері барлығы осы жерге топтастырып жұмылдырды. 12 сәби дүниеге келді. Олар қол аяқтарын жинап, аман-есен үйлеріне оралды, отбасыларына. Ақмола облысының туристік әлеуеті зор екенін бәрі біледі. Коронавирус биыл бұл саланың да шаруасын шайқалтып жіберді. Қонақ үйлер мен демалыс орындары пандемияның алғашқы 3-4 айында миллиондаған табыстанға қалдық деп шарқ ұрып жатыр. Ал жергілікті бюджет олардан түсетін салықтан айырылды. Бұл шамамен 800 миллион теңге. Туризм нысандарының жұмыс істеуіне осыдан 1 ай бұрын рұқсат берілді. Бірақ бұл вирустың одан әрі көбеюіне сеп бола ма деп қорқады мамандар. Себебі жағажайларда санитарлық талаптар сақталып жатқан жоқ. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Анатолий Полянный, Ақмола облысынан, Хабар 24. Болсаң суға әлі ерте. Елімізде коронавирус індетіне шалдыққандар саны ай емес күннен күнге артып барады. Сондықтан кеселге қарсы күрес шаралары күшейе түседі. Мәселен, Жамбыл облысында 1000 адамға қосымша төсек орын жасақталуда, ал еліміздің солтүстігінде волонтерлер дәрігерлерге көмекке келді. Самат Қайырденұлы сабақтайды. Жамбыл облысында COVID-19 жұқтыру дерегінің артуына байланысты науқастарға қосымша 1500 төсек орын жасақталып жатыр. Қазір бірнеше мекемені қайта жабдықтап жөндеу жұмыстар жүргізілуде. Өңірде той-томалақ жасау дерегі тыйылмай тұр. Салдарынан тіркелген науқас саны 2000-ға жуықтаған. Оның 66-сы ауыр халде. Жалпы бүгінге дейін 66 000 тұлға коронавирусқа тексерілді. Облыста 10 компьютерлік томография, 148 дана өкпеге жасанды дем беретін аппарат, коронавирусты анықтауға тест тапсыратын 6 зертхана жұмыс істейді. Бірақ бұл жалпы халық саны мен науқастарға шаққанда жеткіліксіз болып отыр. Қазір жергілікті билік бұл бағытта денсаулық сақтау министрлігінен 5 миллиард теңге қосымша қаражат бөлуді сұрап отыр. Егер осындай тоқтамайтын болса, біздің болжамымыз бойынша ең кем дегенде 1,5 мың төсек орны керек болады. Біз қазір кейбір мынау санаторияларды, балалар үйін, диагностикалық орталықты, анау Тұрар Рысқұлов ауданындағы туберкулез ауруханасын барлығын босаттық. Қазір оларды енді жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Тамыз айында олар толығыменен іске қосылатын болады. Солтүстік Қазақстан облысында осы ауруға шалдыққандардың 45%-нан астамы осы әкелінген жағдай болып табылады. Оның бір жағдайы Египеттен және 2 жағдайы Ұлыбританиядан, 18 жағдайы Ресей Федерациясынан әкелінген. Бұл тауарлар және қызметтер сапасын бақылау департаментінің баспасөз хатшысы Айнаш Сағындықованың мамыр айының соңында берген сұхбаты. Төтенше жағдай жарияланған кезде солтүстік Қазақстан вирус жұқтырғандар саны бойынша соңғы орындарда еді. Елімізде тек солтүстік Қазақстан облысында барлық ауданда блокпосттар қойылып, тұрғындардың жүріп тұруына қатаң шектеу қойылды. Бұл әрине қауіпті індеттің таралмауына сеп болды. Осы бір қиын кезеңде дәрігерлер мен полицейлерден бөлек волонтерлер де ауқымды жұмыс атқарып келеді. Олар 3000-ға жуық отбасыға көмек көрсеткен. Енді ақ халатты абзал жандарға қолғабыс етпек ниетте. Олардың қазіргі жағдайы өте ауыр, олар үлгермей жатыр. Элементарно осы қоңырауларға жауап берудің өзі ол көптен бір жұмыс. Соған байланысты біз осы ауруханаларға көмек береміз. Осы қиын жағдайда тап болған отбасыларға да көмек беретін боламыз.
Қазір өңірдегі жағдай күрделі. Провизорлық орталықта 1190 орын бар, ал оның 75% науқастарға толы. Ал карантинде 200 азамат оқшауланған. Сондықтан босаңсуға әлі ерте. Самат Қайырденұлы, Руслан Бақытбекұлы, Төлеген Иманов, Хабар 24. Жақында елде коронавирус инфекциясын емдеудің 11-ші хаттамасы бекітіледі. Бұл туралы бүгін Алматы қаласының штаттан тыс бас пульмонологы Сәуле Қасенова мәлімдеді. Оның айтуынша дәрігерлер күн сайын бұл аурудың жаңа симптомдары мен оны емдеудің жаңа тәсілдерін анықтап жатыр. Сол себепті құжат жиі өзгертіледі. Мәселен, көрші Ресей мамандары емдеу хаттамасын 8 рет жазып шыққан. Комиссия инфекционистов. Жаңа хаттаманы әзірлеу үшін инфекционист дәрігерлерден тұратын арнайы комиссия көп жұмыс атқарады. Олар басқа мемлекет мамандарының ұсыныстарында ескереді. Сол себепті біздің хаттама халықаралық талаптарға сай келетініне күмән жоқ. Біз күнделікті науқастардың денсаулығын тексергенде аурудың түрлі жаңа белгілерін анықтап жатырмыз. Сондықтан құжатқа үнемі өзгеріс енгізу қажет болып тұр. Дәрігер коронавирустан емделіп, ауруханадан шыққан науқастар үйлерінде ем қабылдауды тоқтатпау керектігін ескертті. Пульмонолог халық медицинасына жүгініп, демалу жаттығуларын жасауға кеңес берді. Жазылғандар асқазан аурулар болмаса, қымыз, шұбат сынды сусындарды көбірек ішуі тиіс. Сондай-ақ Сәуле Қасенова өгей шөп, қызылмия тамыры сынды фитопрепараттарды қабылдаған жөн дейді. Пандемия басталғалы COVID-19 инфекциясынан 7 қызылордалық көз жұмды. Жалпы қауіпті вирус жұқтырған 2000-ға жуық тұрғынның 1200-ден астамы аурудан айығып шықты. Осынша науқас қазір провизорлық және стационарлық ем қабылдап жатыр. Маусым айының соңына қарай пневмонияның өршуі облыстағы эпидемиологиялық ахуалды күрделендіріп жіберді. Өңірде бүгінге дейін өкпесі қабынған 2000-нан астам адам анықталған. Пандемиямен күреске 3000-дай медицина маманы, жүздеген әскерилер, полиция департаментінің жеке құрамы түгелдей жұмылдырылды. Республикалық және жергілікті бюджеттен бөлінген қаржыға сақтық құралдары мен дәрі-дәрмек әкелінді. Дегенмен нәтиже ойдағыдай болмады. Түсіндірме жұмыстары ұдайы жүргізілсе де, карантин талаптары өрескел бұзылды. Тұрғындар той-томалақ, думанды жиындар жасауы мен оған баруын қоймады. Үйлену және қыз ұзату тойына қатысқан бірнеше ауыл әкімдері қызметтен шеттетілді. Жұрт сақтық шараларына мән бермеу салдарынан індет жылдам әрі барлық елді мекенге тарады. Соңғы 2 аптада өңірде дәрі-дәрмек тапшылығы айқын сезіліп, өкпесі қабынғандарға оттегі аппараты жетіспеді. Жедел жәрдем қызметі шақыртуларға дер кезінде баруға үлгермеді. Осы ретте кәсіпкерлер көмекке келіп, оттегі концентраторын алып беріп жатыр. Бізді 3 уақытын қосымша біз 15-20 дана беріп отырмыз. Оттегі мен өкпенің қамтамасыз ету жоғарылайды. Жазылуына да, емдеу барысында да оң нәтиже көрсетеді. Осындай концентраторлар арқылы бұларды біз кәдімгі палатада отделение дейміз ғой, енді палатада науқастар қолданады демалып. Көп науқастар жансақтау бөліміне жетпейді. Енді 1-2 адамға болса да өміріне себеп болсын деген ниетпен осы аппаратты алдыртып әкеп беріп жатыр. Бұл көмек әлде де жалғасын табады. Бұнымен тоқтап қалмаймыз. Өзі еліміз, халқымыз, бауырларымыз, ағайын туыстарымыз барлығы аман болсын. Ертерек осы індет кетсін. Ертерек қазақ еліміз баяғы жағдайына түсе берсін мамыражай. Тек жақсылық болсын. Жалпы індетпен күреске 7 жеке кәсіпкер жұмылып 10 миллион теңге көлемінде қолдау білдірді. Одан бөлек еріктілер қозғалысының елге тигізген пайдасы ұшан теңіз. Олар бір жұтым ауаға зәру болған науқастарға күндіз-түні оттегі баллондарын тасымалдап жүр. Қазір облыс орталығы мен аудандар сұранысы толық қанағаттандырылып отыр. Жай уақытта 30-35 баллон аппарат тасымалдайтын болатынбыз. Ал қазіргі таңда бір аурухананың өзі қалалық 160-170 баллондай тасымалдап жатыр. Мынау облыстық медицина орталығы ояққа 60-70 баллон тасымалдап жатыр. Ана мен бала ояқта да қазір 60-70 баллондай тасымалдап жатыр. Қиындық туып жүрген оттегі тасымалдау. Сол жаңа келіп қала басшысы сол нелерімізді, сұрақтарымызды шешіп берді тасымалдау жағынан. Тағы да осындай біз станциямыз Қазалы ауданында бар.
Одан бөлек еріктілер мүмкіндігі шектеулі азаматтарға, зейнеткерлер мен бала күтіміндегі ата-аналарға дәрі-дәрмек жеткізіп береді. Аймақта қатаң карантиндік тәртіп, эпидахуал тұрақтанғанша сақталатын болады. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Әлхайдар Тұрлыханов, Айтмұхамед Бәйділдаев, Қызылорда, Хабар 24. Елордаға 33 тонна дәрі-дәрмек жеткізілді. Препарат тасымалдаумен айналысатын компания қажет дәрілерді Үндістан, Польша және Франциядан алдырған екен. Арасында өз елімізде өндірілген препараттар да бар. Енді оларды қаладағы 500-ге тарта дәріханаға жеткізеді. Жауаптылар тұрғындардың антивирустық дәрілерді ертеңнен бастап сатып алуына болады дейді. Препараттардың бағасы қатаң бақылауда, өйткені дәрі шығарып жатқан зауыттар құнды өсірмеген екен. Сондықтан дәрінің қымбаттауына еш негіз жоқ. Мы не успевали просто, знаете, организовать 2-3 раза приход. Біз тапсырыс беріп үлгермей жаттық, өйткені індеттің дәл бұлай өршіп кететінін ешкім болжаған жоқ. Дәріханалар да қандай көлемде дәрі керектігін санай алмай қалды. Сондықтан біраз препарат тапшы болды. Мұндайды енді болдырмау үшін қауырт қызмет қылып жатырмыз. Қосымша жұмысшыларды жалдадық. Керек дәрілерді тоқтаусыз жеткізіп тұрамыз. Ал Шығыс Қазақстан облысында астыртын дәрі-дәрмек сату дерегі анықталды. Полиция қызметкерлері қызу түсіретін препараттарды алып сатумен айналысқан 45 жастағы өскемен тұрғынын ұстады. Фарм тауарлар өз бағасынан 5 есе қымбатқа сатылған. Құқық қорғаушылар дәрілердің заңсыз сатылу орындарын әлі де анықтап жатыр. Ал қоғамдық ұйым өкілдері бастаған сала мамандары дәріханалар жұмысын ұдайы назарда ұстап отыр. Рейдтік тексерулер күнделікті жүргізіледі. Дәрі-дәрмек тапшылығын болдырмау үшін жергілікті билік дәріханалар желісімен меморандум жасасқан. Келісімге сәйкес бір қолға парацетамол мен аспириннің тек 3 қорабы беріледі. Тұрғындар көп сұрайтын дәрілік заттардың келу кестесі көпшілікке алдын ала хабарланып отырады. Қаланың дәріханаларында аспирин, парацетамол сияқты дәрі-дәрмектердің бар болуы анықталды. Сонымен қатар осындай цеф-3, арбидол, азитромицин сияқты дәрілердің жоқтығы анықталып жатыр. Осыған байланысты қазіргі кезде тиісті шараларды біз осы әкімдік, сонымен қатар осы біздің министрліктің алдында біз көтеретін боламыз. Қостанай өңірінде де дәрі-дәрмектердің негізсіз қымбаттау деректер жиілеген. Әсіресе дене қызуын басатын препараттар мен антибиотиктердің құны шарықтап тұр. Қазір аймақта бірнеше арнайы тексеру тобы құрылған. Олар дәріханаларды күнделікті аралап, баға өсіміне бақылау жүргізеді. Тұрғындар 14-24 сенім телефоны бойынша дәрілік заттардың қымбаттауына шағымдан алады. Егер оның құнына күмәніңіз болса, дәрі.kz мобильдік қосымшасы арқылы шекті бөлшек бағасын тексере аласыз. На текущий момент выявлены факты. Меркаптопурин және ротацев дәрілік препараттарын заңсыз сату фактілері әшкереленді. Қазір тексеруді бастадық. Оның нәтижесін кейінірек айтамыз. Сонымен бірге навиган мен аспириннің қымбатқа сатылғаны анықталды. Навиган и аспирин. Нами, естественно, будет приниматься. Бағаны өсіргендер заң жүзінде қатаң жазаға тартылады. Тіпті қылмыстық іс қозғауға да хақымыз бар. Заңда лауазымды тұлғалар мен дәріханаларды лицензиясынан айыруда қарастырылған. Лицензии. Ақтаулық екі кәсіпкер облыс ауруханаларына қажетті оттегі аппаратының 45 данасын сатып алды. 25 миллион теңгенің жабдығы Ресейден жеткізілген. Сондай-ақ сол елдің 9 дәрігері өңірдегі коронавируспен күрес шараларына жұмылдырылды. Өңірге қажетті оттегі аппараттары Мәскеуден табылды. Оны кәсіпкерлер Ресей астанасында тұрып жатқан жерлестерінің көмегімен елге жеткізген. Жалпы сомасы 25 миллион теңгенің тауары облыс орталығына әкелінді. Нам там помог наш семейный друг. Мәскеудегі отбасылық досымыз көмектесті. Оның сонда тұрып жатқанына көп уақыт болды. Бір күн бойы Мәскеуді аралап, осы аппараттарды тапты. Сөйтіп бізге қарай салып жіберді. Жерлесіме маңғыстаулықтар атынан алғысымды білдірем. Тәулік бойы көзілмей өтінішімізді орындағанына рахмет. Когда надо понимать, на что ты идешь, это не стоит никаких на самом деле, да, денег. Мен тағы да осындай көмек көрсетуге даярмын. Ақшада тұрған ештеңе жоқ. Таныстарым, жақындарым жағдайдың қиын екенін айтып, хабарласқанда қолдан келген көмегімді көрсеткім келді. Мұндай жақсылықты біз жасамағанда кімдер жасайды?
Оттегі жабдығының 19 данасы облыстық аурухананың провизорлық стационарына берілді. Қазір онда 400-ден науқас емделіп жатыр. Тағы 15 аппарат Жаңаөзенге, 4-і ана мен бала орталығына, қалғаны аудандарға жолданды. Айта кетейік, бұған дейін жергілікті әкімдік облыстық ауруханаға 58 оттегі концентратын жеткізіп берген. Осыған дейін айтып отырмын, 91 аппарат келетін болса, бұны біздер жалғыз облыстық ауруханаға алып қалып жатқан жоқпыз. Бұны райондардың бәріне бөліп беріп жатырық. Қазір әр жерде бір жерде басылып, бір жерде азайып жатыр. Мысалы, Бейнеу ауданда қазіргі таңда провизорлық орталықтарда адам азайып. Біздің 3 күннің ішінде 80 адам болса, 71 адам болса, бүгін 67 адам түсіп жатыр. Алайда облыста медицина қызметкерлерінің жетіспеушілігі туындады. Сондықтан жергілікті дәрігерлерге ресейлік әріптестері көмекке келді. Олардың қатарында инфекционист, невролог, педиатр, кардиолог, пульмонолог және терапевт сынды 9 маман бар. Рауан Мыңбаев, Хабар 24, Маңғыстау облысынан. Ертіс өңірінің волонтерлері коронавирустық инфекциямен күресіп жүрген дәрігерлер қауымына қолдау көрсетуде. Мәселен, жергілікті 2 колледж ұжымы түскі және кешкі ас әзірлеуді қолға алды. Мұндағы мақсатымыз қиын кезде медицина қызметкерлеріне демеу болу дейді. Яна Касьян Павлодар музыкалық колледжінде скрипкадан сабақ береді. Қазіргі уақытта оқытушылығын аспаздыққа алмастырған. Себебі алдыңғы шептегі дәрігерлерге аз да болса қолдау көрсеткісі келеді. Бүгін оның жетекшілігімен провизорлық госпитальде еңбек етіп жүрген 25 ақ желеңдіге түскі ас әзірленді. На скрипке у меня сейчас отпуск. Қазір еңбек демалысындамын, осындай қауырт кезеңде үйде отыра алмадым. Колледжге келіп, әріптестермен бірге ас дайындадық. 7 күнге арналған ас мәзірін әзірледік. Игі істі қолдағандардың қатарында мәдениет және спорт қызметкерлердің кәсіподақ ұжымы бар. Бір жағадан бас, бір жағынан қол шығару деген ұран алдағы шығып тұрған секілді. Сол себепті біздің музыкалық кешеннің ұстаздардың және өзіміздің жұмыскерлердің кәсіподақ комитеті осы қиын қыстау кезде қандай бір көмек қол үшін созайық деген ниетпен осындай бір өзіміздің идеямызды алдыға шығарып отырмыз. Павлодар тамақтану және сервис колледжінің ұстаздары да қарап қалмады. Оқытушылар жұмыс басына келіп, 25 дәрігерге кешкі ас әзірледі. Бүгінгі қиындық жағдайда біз осы акцияға қосылып, дәрігерлерге көмек көрсеткіміз келеді. Әрине, ыстық тамақ дайындап, олардың көңіл күйдерін көтеріп, жұмыстары жемісті болсын, біздің павлодарлық бүкіл халық аман болсын, осы эпидемиядан аман есен жазылып, аман болайық. Оқытушылар мен волонтерлер қауымы дәрігерлерді 2 апта бойы ыстық тамақпен қамтымақ. Бүгін елу қызметкерге ас әкелді. Қамқорлықта сезінгендердің қатарында Баянтау спорт кешенінің жанындағы провизорлық госпиталь бар. Бүгінде осы жерде 250 науқас емделіп жатыр. За дежурные сутки поступило 95 пациентов. Кезекшілік ауысымда 95 науқасты қабылдадық. Қазіргі уақытта шамамен 20 дәрігер мен 30 медбике жұмыс істеп жатыр. Пациенттерді тәулік бойы қабылдауға дайынбыз. Жағдай біртіндеп тұрақталып келеді. Бізге қолдау көрсетіп жатқан жандарға алғысымыз шексіз. Біз өз міндеттерімізді орындауға тырысамыз. Провизорлық госпитальдегі дәрігерлерге Баянтау спорт сарайының қызметкерлері де көмек көрсетуде. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.